ашу беріп. Арналыға беретін подаркың жоқ па, ойыншық? Ha? Қара? Ama senin dostun koy. Şunu niye kadar spesial koy koy. Onu men alып едім. Sizlerге kodasın mı? Ya. Қалайсыздар? Көбісі қызым қалайсың? Бәрі жақсы. Бетіңнен де сүйіппай. Сен әр қызым, әр келінсің. Көп жасаймын. Қалайсыздар? Әр қызым, әр келінсің. Аристократка деді. Сол себептен айтады ғой Жәнбек. Біздің арамызда сондай достар көп қой. Bir кезде бір нәрсе айтқың келіп отырады. Сөйтесіңдер және Жанар шымшымаш, пожалуйста. Жанар би ұстап отырды ғой мені. Арман қуып. Баяғыда Даталы болды ғой, иә. Даталы бір әкім отырса тойда ше. Bir әкем ас. Лауазымды азамат Ерекем, Қазақстанға қош келдің. Тойда билемей отыр да бейт. Тойда билемей отыр, менің әйелім сияқты оңды ұстап отыр да. Ей, сен ақшаң көп қой, билеуге болмайды. Осындайда билемеген да. Сол сияқты. Жазира осындайда билемегенді қаяқта билеміз айтты. Вай, бәрекелді. Жоқ, сүйгіш, мен анау. Белгілі шын болып атқан ғой. Жегендер шашпен ұрып, шашпен жіберіп атқан ғой. Арғайызға шаш. Шынымен бес шығызда битмелеп тұрған. Ана бет екі шашып отыр. Ой, тұрып жүрген адам көрмедім ғой. Кейін қымың теңгеліктерді ал. Біреу аяғын жүріп алайын деді. Ақырат қызым 2000 теңгені басып қапты. Сол өлең керек болмай қалды. Одан кейін бәрі ана түпке қарап тұр дейді, тағы да шашама деп. Мен ана жерде өлтіріп жатырмын. Аналардың бәрі тағы шашып қала ма деп. Өйткені екінші қалтасында тұр ғой бір қолы. Бәрі соған қарап тұрды. Содан бұрын мен өлең біткесін айтып, айналарда анау хабар маған берілген ақша еді ғой негізі. Сендер жинап маған берулерің керек қой. Не болды, тойынан шығарып алдыңдар ғой, біреу беріп Онда көрсетпей қалтаңызға сыр айтып деймін да. көрсету керек қой өзін. Сәке, бүйтіп жатырмын ғой, жылжып бара жатырмын ғой, бүйтіп артыма түсіп.